Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі семинарға жиналған қауым. Бүгінгі менің тақырыбым жазған авторлық бағдарламам бойынша Python'да ойын программалау негіздері. Бұл жерде 10-11 сыныптарға арналған факультативті элективті курс. Бағдарламаның мақсаты 10-11 сынып оқушыларына PyGame кітапханасы арқылы компьютерлік ойындарды әзірлеудің кәсіби дағдыларын үйрету, оларды заманауи ойын әзірлеу технологияларымен таныстыру және бағдарламалау саласындағы шығармашылық әлеуетін дамыту. Бұл бағдарламаның міндеттері: оқушыларға PyGame кітапханасының архитектурасы мен функционалдық мүмкіндіктерін терең түсіндіру, оның заманауи ойын әзірлеудегі рөлін көрсету, Python тілінің озық мүмкіндіктерін PyGame контекстінде қолдануды үйрету, объектіге бағытталған бағдарламалау принциптерін ойын әзірлеу арқылы меңгерту. Келесі ойын механикасының негізгі элементтерін қозғалыс, коллизия, физика, анимация жасау сияқты және оңтайландыру дағдыларын қалыптастыру. Ойын дизайнның заманауи принциптерін үйрету, пайдаланушы интерфейсін жобалау, визуалды стиль құру, дыбыстық дизайн жасау. Оқушылардың өзіндік ойын жобаларын әзірлеу қабілетін дамыту, креативті идеяларды техникалық шешімдерге айналдыру дағдыларын қалыптастыру. Ойын әзірлеудің толық циклімен таныстыру, концепциядан бастап тестілеу мен жариялауға дейін жобаларды басқару методологияларының негіздерін үйрету. Және командада жұмыс істеу дағдыларын дамыту, техникалық құжаттама жасау және жобаларды презентациялау қабілеттерін шыңдау. Бұл авторлық бағдарламадан кейінгі, осы курстан кейінгі күтілетін нәтиже: бізде бірінші техникалық білім, Python және PyGame'нің терең техникалық мүмкіндіктерін үйренеді, ойын әзірлеудің негізгі алгоритмдері мен патенттерін меңгереді, объектіге бағытталған бағдарламалау принциптерін практикада қолдана алады. Креативті қабілеттер: ойын концепциясын әзірлеу және дамыту, инновациялық геймплей механикаларын ойлап табу, визуалды стиль мен дыбыстық дизайн жасай алады. Сонымен қатар әзірлеу дағдылары бойынша ойын механикасын жүзеге асыру және оңтайландыру, графикалық және аудио контентпен жұмыс жасай алады және пайдаланушы интерфейсін жобалап іске асыра алады. Сонымен қатар презентациялық дағды бойынша жобаны техникалық және бизнес аудиторияға таныстыру, техникалық құжаттама жасау, демо нұсқаларды көрсету және түсіндіре алатын болады. Бұл жоба бойынша барлық қысқа мерзімді жоспарлар, дайын программалар толықтай жасалынған. Назарларыңызға рахмет.